Алла елшісі сахабаларының жанында отырған кезде жымияды. Сізді күлдірген не нәрсе болды, Алланың елшісі, деді сахабалар. Раббымды көрдім. Және оның алдында екі жанжалдасқан адам тұрды. Біреуі айтты: «Я Раббым, мынау маған зұлымдық қылды. Одан менің ақымды алып бер». «Саған ақыңды не нәрсемен алып берейін?» деді. «Оның сауаптарынан алып бер. Маған жасаған зұлымдығының мөлшерінде жетіп». «Оның сауаптары жоқ», деді. «Онда маған жаман істерінен алып бер. Сонда оның жамандығы саған жазылғанына разысың ба?» Сонда ол: «Раббым, ендеше хақымды қалай алам? Оған оң жағыңа қарашы», деді. Ол кісі оң жағына қараған кезде бұрын-соңды құлақ естіп көз көрмеген әсем сарайлар мен бау-бақшаларды көрді. Сөйтті де: «Мыналар кімдікі?» деп сұрады. «Раббымыз құнын төлеген адамдікі». «Раббым, мұндай әсемдіктің құны қалай төленеді? Құны қанша?» «Ақыңды кешіп бауырыңның қолынан ұстап жәннатқа кіруің жеткілікті», деді. Мен сол Раббымның құлдарының арасын қалай жарастырғанын көріп таң қала жымидым, дейді.